Әлидің кішкентай оқиғалары 8-ші бөлім. Ағаштың жасы. Ерте-ертеде қазақтың кен бір даласындағы ауылда Әли деген балақай болыпты. Үйінің алдында үлкен ағаш өсіп тұр екен, көнеден келе жатқан ағаш. Жазда салқын көлеңке береді, құстар сол ағашта уя салады, адамдар сол ағаштың астында демалады. Күзде жапырақтарын жерге төгеді, қыс келгенде қарды басына жамылып тұрады. Бір күні Әли ойнап жүріп, жерден тас алып, ойын деп ойланбастан ағашқа лақтырып жіберіпті. Ағаштың діңінде кішкентай жарық пайда болды. Сол жерден мөлдір тамшы ағып тұрды. Сол сәтте ағаштың жапырақтары сола бастады. Бірнеше жапырақ жерге түсті. Әли не болғанын түсінбей қарап тұрды. Ата, мен ойнап ағашқа тас лақтырған едім. Байқамай оған зиян келтірген сияқтымын. Балам, ағашта тірі, ол бәрін сезеді, табиғатқа зиян келтіруге болмайды. Әли үнсіз қалып, ағаштың жанында отырып, өз қатесін түсінді. Әли ағашқа су құйды, күн сайын келіп қамқорлық жасады. Күндер өте келе ағаш қайта жайқала бастады, жапырақтары көбейді. Табиғат тірі, ол бәрін сезеді. Балақай, табиғатқа қамқор бол, ол да тірі, оған зиян келтірме. Мінекей балалар, Әли өз қателігін түсінді, табиғатқа қамқор болуды үйренді. Сендер де айналаңа мейіріммен қараңдар.